Тышқан қабырғасы ағаш текшенің бағдары бар кесімдермен жүріп өтті, ол жүрген жолды табыңыз. Текшенің барлық қырлары бірдей. Ұзындығы, ені және биіктігі бірдей болады. Енді бір қыры А болса, барлық қырлары да А болады. Мынау бір тұтас А, мынау бір тұтас А, мынау бір тұтас А, мынау бөлек-бөлек. Яғни бұл жерде мына кішкентай бөлікті, кішкентай стрелканы мына жерге апарып қоюға болады. Мына жерге апарып қоюға болады. Сол кезде былай бір тұтас А қыры шығады. Одан мынаны алып тастаймыз. Дәл сол сияқты мынаны да мына жерге апарып қоюға болады. Бұл жерде бір тұтас А қыры шығады, мынаны алып тастаймыз. Сол кезде қанша тұтас қырлар шықты? Мынау бір А, мынау бір А, мынау бір А, мынау бір А, мынау да бір А, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 5 А шықты. 5 Аға тең. Келесі тапсырма. Сол жақтағы фигураның әр қабырғасы, әр келесі қабырғасы алдыңғысынан 1 см ұзын. Яғни ол мынандай төрт бұрыштан құрастырылған фигура сол жақта. Оның мына қабырғасы мынадан 1 см ұзын. Шығып тұрған жері 1. Мынау да әр келесі қабырға алдыңғысынан 1 см ұзын. Мынау да алдыңғысынан 1 см ұзын. Демек, мына шығып тұрған жерлер 1 см-ден бойлары. Оң жақтағы фигура дәл солдағы бірдей тіктөртбұрыштан құрастырылған. Мына фигурада осындай тіктөртбұрыштан құрастырылған. Бірақ олардың орындары ауысып тұр. Фигуралардың периметрлерінің айырмасын табыңыз. Периметр дегеніміз не? Периметр дегеніміз ол мына үлкен фигураның барлық сыртқы қабырғаларының қосындысы. Бұлай сары жолақпен көрсетейін. Мына қабырғаларын қосып осы сол жақтағы фигураның периметрі шығады. Және оң жақтағы фигураның периметрі сөз, оның да былай сыртқы қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Осы екі фигураның периметрлерінің айырмасын тап дейді. Оларды бір-бірінен азайту керек периметрларын. Периметр деген қабырғалардың қосындысы болса, қараңыз. Егер біз оларды айырмасын тап дейді, айырмасын. Егер біз оларды азайтатын болсақ, онда олардың бірдей қабырғалары қысқарып кетеді азайғанда. Яғни мына төменгі қабырға мен төменгі қабырға азайтса қысқарады. Яғни мынадан мынаны азайтсақ, олар бір-бірін жояды. Мына жерден азайтылса жойылады. Мына жерден азайтылса жойылады. Мына жерден азайтылса жойылады. Сонымен қатар, мына ұзын қабырғадан мына ұзын қабырғаны азайтсақ жойылады бір-бірінен. Мына кішкентай шығып тұрған жер 1 см-ден мынаны азайтсақ жойылады. Мынадан мынаны азайтсақ жойылады. Қандай жерлері қалды? Және мынадан да, мына жолақтан азайтсақ, онда жойылады. Қандай жерлері қалды? Мынарда міне сары, мына ең ұзынның сол жағы қалды, және мына жақтың сол жағы қалды. Ал сол жақтағы фигурада мына кішкентай 1 см-ден жер қалды, және X деген жер қалды. Демек, әр қайсынан қалатын бөлігін ғана жазайын. Мынаның қабырғаларынан қалған жері 1 және X, яғни X қосу 1 ғана қалды. Ал оң жақтағы фигурадан қай жері қалды? Мына сол жақ, ол мына 1 қосу 1 қосу 1 мен тең. Неге десеңіз, бұлай жолақпен апарып көрсетейік. Олар бірдей тіктөртбұрыштан құрастырылған. 1 қосу 1 қосу 1 3 болса, онда мына жер көкпен бірлеп қояйын, ол 3-ке тең. Ал мына жер қанша? Мына жер ол 2, міне. 2 1, мына 1-ін қосыңыз, мына жер 2. Ал мына төменгі жер ол X. Демек, мында қалды X қосу 2 қосу 3, немесе X қосу 5 қалатыны. Енді осы екеуін бір-біріне азайтыңыз. X-тан X азайтсаңыз жойылады, 5-тен 1 азайтсаңыз 4 қалады. Екеуінің айырмашылығы 4-ке тең. Яғни бұлардың периметрінің айырмасы 4-ке тең.